Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бірге ағылшын тіліндегі either, or, neither, no, both және and деген тіркестермен танысатын боламыз. Қараңыздар, бұлар қашан қолданылады? Either, or дегеніміз, яғни екі заттың арасында таңдау жасаған кезде қолданылады. Яғни мен мынаны қалаймын, немесе мынаны қалаймын. Не мынау, немесе мынау деп айту үшін мысалға Casey has to decide she can either play soccer or football. Кейси шешім қабылдау керек. Ол не сокер ойнай алады, немесе бейсбол ойнай алады. Яғни осы екеуінің біреуін таңдау керек деп айту үшін either or деген экспрессионды қолданамыз. Яғни she can play soccer or baseball. Екеуінің біреуін таңдайды деген сөз. Келесі. Екінші жағдай біз қолданамыз, яғни екі таңдаудың біреуін шығарып тастау үшін, немесе мынау, немесе анау деп айту үшін. Мысалға, we could either go to the beach or to the mountain. Біз немесе пляжға баруымызға бара алатын едік, немесе тауға бара алатын едік. Яғни either beach or mountain. Түсінікті, келесі. Either'дан кейін міндетті түрде o-ды қолдану керек сөйлемнің ішіне. Мысалы, we could choose either sushi or noodles from the menu. Яғни біз таңдай алатын едік, не сушиді, немесе лапшаны таңдай алатын едік. Екеуінің біреуін таңдаймыз. Either sushi or noodles. Яғни мынадан кейін міндетті түрде o қолдану керек. Келесі сөйлемдерде either or дегеніміз, яғни екі заттың арасында таңдау жасайтынымызды білдіретін хабарлы сөйлемде қолданылады. Мысалға, we can either eat now or after the movie, you decide. Яғни біз тамақты қазір іше аламыз, немесе кино көріп болғаннан кейін сен шешесің. Either now or after the movie. Қазір іше аламыз, немесе кинодан кейін. Түсінікті. Келесі. Тағы бір мысал еске сақтайтын нәрсе, егер екі затта біздер, яғни екі заттың ұсынып тұрған екі заттың екеуі де жекеше түрде болса, онда етістікте жекеше түрде қолданылады. Мысалға, either the father or the mother has to attend the meeting. Яғни бұл жерде не папам, не мамасы жиналысқа бару керек. Бұл жерде папа да, мама да жекеше түрде, сондықтан біз has деген жекеше үшінші шақтағы жекеше түрдегі етістікті қолданып тұрмыз. Түсінікті? Келесі, егер екі заттың екі таңдаудың арасындағы біреуі болсын көпше түрде болса, онда біз етістікті көпше түрде қолданамыз. Мысалға, either Sue or the girls are going to prepare dinner tonight. Бүгін не Sue немесе қыздар тамақ пісірер кешкі асқа. Мысалға, бұл жерде Sue жекеше түрде болғанымен, girls қыздар деген көпше түрде тұр, сондықтан біз бұл жерде етістікті a деген көпше түрдегі етістікті to be етістігінің көпше түрін қолданып тұрмыз. Түсінікті? Келесі, neither nor дегеніміз болымсыздық мағынаны білдіреді, яғни екі болымсыз ойды қосу үшін қолданылатын сөйлем. Мысалға, I neither smoke nor drink, яғни мен не темекі тартпаймын, не ішпеймін. Түсінікті. Neither мынаны да жасамаймын, мынаны да жасамаймын деп айту үшін қолданамыз. Келесі, кейде сөйлемнің ішінде екіден көп ой берілуі мүмкін. Мысалға, he neither smiled, spoke, nor looked at me. Ол маған не күлмеді, не сөйлемеді, не қарамады. Үш іс-әрекеттің үшеуі де қолданылып тұр, екеуден көп болуы да мүмкін. Neither дегеніміз үшеуінің біреуін де жасамады деп айту үшін қолданып тұрмыз. Келесі, neither'дан кейін міндетті түрде nor деген келу керек. Мысалға, neither Tom nor Peter could solve the problem. Не Том да, не Питер да бұл проблеманы шеше алмайды. Екеуі де жасай алмайды, сондықтан neither, одан кейін nor-ды қолданып тұрмыз. Біз neither, no деген экспрессионды екі ойда шындық емес екенін айту үшін қолданамыз. Мысалға, neither my mother nor my father went to university. Менің мамам да, папам да университетке бармады. Түсінікті, екеуі де барған жоқ, сондықтан болымсыздық neither, no-ды қолданып тұрмыз. Келесі, жаңағы бұнда да егер екі таңдаудың екеуі де жекеше түрде болсын, етістік жекеше түрде қолданылады. Мысалға, neither Layla nor Nancy is going to write the report. Лейла да, Нэнси да репортты жазайын деп жатырған жоқ. Лейла мен Нэнси екеуі де жекеше түрде қолданылып тұр, сондықтан біз is-ді қолданып тұрмыз мына жерде. Жекеше түрдегі етістіктің формасын.
Ал егер бір элемент яғни таңдаудың біреуі болсын, көпше түрде болсын, ол етістік көпше түрде қолданылады. Мысалға, neither the teacher nor the students were in the classroom this morning. Мұғалім не оқушылар да таңертең сыныпта болмады. Бұл жерде мұғалім деген жекеше түрде болғанымен, студент деген көпше түрде қолданылып тұр. Студенттер. Сондықтан біз бұл жерде was емес, were-ның көпше түрдегі формасын қолданып тұрмыз. Керісінше was емес, were-ны қолданып тұрмыз. Келесі үшінші expression бізде both and. Бұл бізде аударылады екеуі де қатар деп айту үшін. Мысалы, both Peter and Jennifer are from the United States. Питер да Дженнифер да екеуі де Америкадан. Both екеуі де және and. Келесі. Қараңыздар, бұл жерде both деген сөз бірінші зат туралы айтқан кезде, ал and деген екінші зат туралы айтқан кезде қолданылады. Мысалы, I take both milk and sugar in my coffee. Яғни, бұл жерде мағынасы, яғни бірінші мен сахар қосамын, одан кейін барып сүт қосамын деген сөз. Бірінші мен сахарды аламын және оған сүтті қосамын деген мағынаны білдіреді. Келесі, енді сіздерге тапсырма, мына жерге ол орындарға мыналарды қойып шығыңдар сіздерге. Так, 1 минут уақыт беремін, кейін жауаптарыңызды тексереміз. She is all pretty and clever. Қайсын қолданамыз? Мына 3 варианттың біреуін таңдаймыз. Жақсы, уақыт аяқталды. Енді жауаптарымызды тексереміз. She is both pretty and clever. This is my office. Either or болады. Neither no болады. Neither no, either or, both and, either or болады. Біреуін таңдадым. Жауаптарыңызды тексеріңіздер. Сонымен сабағымызды әріға жалғастырамыз. Сонымен қатар ағылшын тілінде so, to, either, neither деген сөздерді біз қосымша ақпарат беру үшін де қолданамыз. Қазір соларға тоқталып өтейік. Қараңыздар. So, to, either, neither деген қазақ тіліндегі да, де деген жалғаулықтарын сәйкес келеді. Мысалға, әсіресе ол диалогтарды көбірек қолданады. Мысалға, to дегеніміз, және so екеуінің мағынасы бірдей, бұл мен де, ол да деп айту үшін қолданамыз. Бірақ сөйлемдегі орналасуы әртүрлі. Қараңыздар. To дегеніміз бізде сөйлемнің соңында келеді. Мысалға, I can speak English, мен ағылшынша сөйлей аламын дейді. Мен де сөйлей аламын деп айту үшін I can speak to деп айтамыз. Яғни мен де сөйлей аламын. To мен де деген сөз. Яғни to-ді біз сөйлемнің соңында келтіреміз. Немесе I can to деп қысқаша айтуға болады. Келесі, I'm hungry, мен қарным ашып тұр, менікі де ашып тұр деп айту үшін I'm to деп жауап береміз. Немесе I like film, мен фильмді жақсы көремін. I do too, маған да ұнады, мен де жақсы көремін. I was sick yesterday, мен кеше ауырдым. I was too, мен де ауырдым. Яғни мен де деп айту үшін to-ді сөйлемнің соңында қоямыз. Келесі so-ды да сондай мағынада, тек ол сөйлемнің басында кездеседі. Мысалға, I can speak English, мен ағылшынша сөйлей аламын. So can I, мен де жасай аламын деген сөз. Немесе I'm hungry, менің қарным ашты. So I am, менің де қарным ашты. I drink coffee, so do I. I go to school by bus, so does Tom. Яғни мұның екеуінің айырмашылығы тек қана сөйлемдегі орындарында ғана, бірақ мағыналары екеуі бірдей. Келесі, neither, either, бұл кішкене күрделеу. Neither мен either'дың екеуін, either'ды мына сөйлемді, так, біз болымды сөйлемде, яғни ал neither'ды болымды сөйлемде қолданамыз. Мысалға, I'm not sick either. Мен ауырып тұрған жоқпын, мен де ауырып тұрған жоқпын. Немесе I'm not either деп айтуға болады. Түсінікті? Яғни келесі, I don't live there, мен бұнда өмір сүрмеймін. I don't either, мен де өмір сүрмеймін. I don't either деп айтады. I didn't watch film, мен фильм көрмедім. I didn't either, мен де көрмедім. Келесі, I can't swim. Neither can I, мен де жүзе алмаймын деп айтамыз. I don't smoke, мен темекі тартпаймын. Neither do I, мен де тартпаймын. I didn't drink tea,
мен шай ішпеймін. Neither did I, мен де ішпеймін. Бұл екеуінің айырмашылығы қараңыздар. Either'да сөйлем өзгертілмей дәл сол күйінде қалады. Мысалы, болмыс сөйлем болса, I don't live there, мен бұл жерде өмір сүрмеймін, мен де өмір сүрмеймін деп айтамыз. Ал neither'да бұл айырмашылық I can't swim. Neither өзі онсыз да болмыстықты білдіретіндіктен бұл жерде сөйлемді болымды формада қолданамыз. Мысалы, I can't swim, мен жүзе алмаймын, мен де жүзе алмаймын деп айту үшін neither can I деп айтамыз, can't I емес. Немесе I don't smoke, neither don't I деп айтпаймыз. Екі double negotiation, екі болмыстықты бір сөйлемде қолданбаймыз.